1036 есеп теңсіздіктер жүйесінің шешімі болатын барлық натурал сандарды табыңдар. Ол үшін ортақ бөлім береміз. Бірінші теңсіздіктің ортақ бөлімі 21. 1-ге 21-ден және 0,4х-қа да 21-ден ортақ бөлім береміз. Екінші теңсіздіктің ортақ бөлімі 7. Демек, 3х-қа 7-ден және 5-ке де 7-ден ортақ бөлім береміз. Енді көбейтінді түрінде жазып шығайық. Алдымен 7,4х қосу 23 кіші немесе тең 21-ді 1-ге көбейтсем 21-дің өзі және 0,4х көбейту 21. 3х көбейту 7 азайту 7 көбейту 5 кіші немесе тең 20х азайту 31. Көбейтінділерді орындап шығайық. 7,4х қосу 23 кіші немесе тең 21 қосу 0,4х-ті 21-ге көбейтсек 8,4х шығады. 3-ті 21-ге көбейтсем 3-ті 7-ге көбейтсем 21х азайту 7-ні 5-ге көбейтсем 35 кіші немесе тең 20х азайту 31. Айнымалылар мен сандарын жіктеп шығайық. Алдымен айнымалылар және сандар. Айнымалыларды теңдіктің сол жағына жинақтаймыз. 7,4х азайту 8,4х кіші немесе тең 21 азайту 23. Келесі теңсіздік 21х азайту 20х кіші немесе тең минус 31 қосылған 35. 7,4-ден 8,4-ті азайтсақ минус 1 шығады, яғни минус х кіші немесе тең 21-ден 23-ті азайтсақ минус 2. 21-ден 20-ны азайтсам х-тің өзі кіші немесе тең, үлкен саннан кіші санды азайтайық. 35-тен 31-ді азайтсақ 4 болады. Айнымалының алдында теріс таңба болғандықтан бізде теңдік белгі ауысады, яғни х кіші немесе тең 2 теріс таңба оң санды береді. Демек, х үлкен немесе тең 2-ге және х кіші немесе тең 4-ге. Координатта сызайық. 2 аралықта жауапқа кіреді. 2 және 4. 2 х-ға қарай бағытталған. Ал 4 керісінше, х-ға керісінше минус шексіздікке қарай бағытталған. Бізде 2 бөлігі де боялған жақ 2 мен 4-тің аралығы. Демек, біздің шешім 2 мен 4-тің арасындағы барлық натурал сандар. Олар 2 жауапқа кіреді, 3 және 4 сандары. Және екінші есепті де дәл сол жол бойынша шығарамыз. Алдымен ортақ бөлім береміз. Бірінші теңсіздіктің ортақ бөлімі 27, екінші теңсіздіктің ортақ бөлімі 3-тен және көбейтулерді орындаймыз. Одан кейін айнымалылар мен сандарды жеке-жеке ажыратамыз және айнымалының алдында теріс таңба болғандықтан ол теңдіктің оң жағына өтеді және теңдік белгісі ауысады. Және бізде минус 1 х-ға қарай бағытталып тұр, ал 4 керісінше минус шексіздікке қарай бағытталып тұр. Демек, біздің жауабымыз минус 1 мен 4-тің аралығы. Яғни, оның аралығындағы натурал сандар бізде минус 1 шешімге жатады. Минус 1, 0, 1, 2, 3 сандары. Келесі 1037 есеп. Егер бүтін санның 10-нан 3-не 0,125-ті қосса, онда 5-тен кіші. Ал егер ол бүтін санның 9-дан 7-ден 3-тен 1-ді азайтса, онда 11-ден үлкен сан шығады. Берілген бүтін санды табыңдар дейді. Біздің берілген бүтін санымыз белгісіз, мен оны х деп алдым. Және сол бүтін санның 10-нан 3-не 0,125-ті қосқанда 5-тен кіші сан шығады екен. Яғни кіші белгісін қойдым. Ал сол белгісіз бүтін санның 9-дан 7-сінен 3-тен 1-ді азайтсақ, бізде 11-ден үлкен сан шығады. Яғни үлкен артық белгісін қойдым. Және осы бойынша айнымалылар мен сандарды жеке-жеке ажыратып есептеулерді орындадым. Және х-ті табу үшін
бөлу амалдарын орындаймыз және бізде x кіші 6-дан 95-ке және x үлкен 7-ден 102-ге. Біз 95-ті 6-ға бөлген кезде біздің бүтін санымыз 15,8 және солай шексіз период болып кете береді. Ал 107-ден 102 санымыз 14,09 солай кете береді. Яғни біздің кіші санымыз бұл жерде 7-ден 102, үлкен санымыз 6-дан 95 және оның аралығындағы бүтін сан бізде жалғыз 15 деген сан. Яғни бұл біздің 14-те бірдеме деген санымыз, бұл 15,8 солай кете береді. Яғни біздің аралығындағы бүтін санымыз 15. Демек біздің жауап 15. Келесі 1038-ші есеп. Төмендегі теңсіздіктер жүйесінің шешімі елімізде әр кезеңдерде өмір сүрген ғалымдар мен музыканттар туралы мағлұматтар береді. Демек біз осы теңсіздікті шығарайық. 0,100x азайту 0,100-7 үлкен немесе тең 8-ден. 0,1x қосылған 5 кіші немесе тең 100-ге. Айнымалыларды жасайық. 0,100x үлкен немесе тең 8, 0,7-ні кері таңбамен ауыстырамыз. Яғни плюс 0,7. Әрі қарай 0,1x кіші немесе тең 100 азайту 5. 0,100x үлкен немесе тең 8-ге 0,7-ні қоссақ 8,7, ал 100-ден 5-ті азайтсақ 95. Әрі қарай x-тарды табу үшін біз бөлу амалдарын қолданамыз. Яғни 8,7-ні 0,1-ге бөлеміз және x-ті табу үшін 95-ті бөлеміз 0,1-ге. Жалпы ондық бөлшектер мен амалдар орындаған кезде, бөлу амалын орындаған кезде біз былай жасаймыз. 8,7-ні 0,100-ге бөлу үшін бізде бөліндіге қараймыз екінші тұрған санға, үтірден кейін 2 сан тұр. Демек бізде үтірді 2 орынға жылжытуымыз керек. Ал егер үтірден кейін орын жоқ болса, не болмаса артық болса, онда 0 тіркеп жаза саламыз. Демек 870 бөлінген 1 деген сөз. Демек бірінші теңсіздігіміз 870 шығады. Ал екінші теңсіздігіміз 95 бөлінген 0,100-ден 1. Үтірден кейін 1 сан тұр. Бізде үтірден кейін 1 санның орнына 0-ді қоямыз. Демек 950 бөлінген 1-ге тең. Сонда екінші теңсіздігіміз 950-ге тең. Координатада өрнектесек, алдымен 870 екеуі де аралыққа кіреді және 950. 870 x-қа қарай бағытталған, ал 950 керісінше минус шексіздікке қарай бағытталған. Демек біздің жауабымыз 870 пен 950-дің аралығы. Демек біздің ұлы ғұламамыз Әбу Насыр әл-Фарабидің өмір сүрген жылдары 870 және 950 жылдар аралығы екен. Екінші есепте біздің x-іміз ұлы ғалым Мұхаммед Хайдар Дулатидің өмір сүрген жылдары екен. Яғни біз берілген теңсіздікті жазып алып, әрі қарай өрнектедік және нәтижесінде Мұхаммед Хайдар Дулати 1499-1551 жылдар аралығында өмір сүрген. Келесі, үшінші есеп бұл халық музыкасының классигі Құрманғазы Сағырбайұлының өмір сүрген жылдары. Берілген теңсіздікті шешіп, әрі қарай x-тің мәндерін таптық және координатада өрнектеген кезімізде біздің жауабымыз, яғни Құрманғазы Сағырбайұлының өмір сүрген жылдары 1818-1889 жылдар аралығында. Төртінші есеп Ыбырай Алтынсаринның өмір сүрген жылдары, яғни берілген теңдеуді шешіп алдық. Ол үшін мен сандардың дәрежелерін жеке жазып қойдым. 2-ның 6 дәрежесі 64-ке тең, 5-тің квадраты 25-ке деген секілді. Және есептеулерді бірден орнына қойып шығардым. Және соңында координатада белгілеп,
Нәтижесінде Ыбырай Алтынсарин 1841-1889 жылдар аралығында өмір сүрген екен. Ал 5-ші есепте Қыз жібек, Дудара, Ертарғын операларының авторы Евгений Григорьевич Брусиловскийдің өмір сүрген жылдары. Яғни, есептеу нәтижесінде Брусиловский 1905-1981 жылдар аралығында өмір сүрген. Келесі 39-шы есеп теңсіздіктер жүйесін шешеміз. Біз ең алдымен айнымалылар мен сандарды жіктеп аламыз. Бірінші айнымалы және сандар. Енді айнымалыларын жасайық. 4х азайтылған 4,5х үлкен минус 4,2 минус 7,8. 1,1х азайту 4,1х кіші немесе тең 13,5 азайту 18 және минус 3,4х қосылған 8,4х кіші 40,5 азайту 5,5-ге. Есептеулерді орындайық. 4-тен 4,5-ді азайтсақ, бізде минус 0,5х шығады. Ал екі теріс санмен амалдар орындаған кезде екеуі қосылады және теріс таңба жазылады. Демек, бізде 4,2-ге 7,8 қоссақ 12 шығады. Келесі 1,1-ден 4,1-ді азайтсақ, минус 3 шығады. Кіші немесе тең, үлкен саннан кіші санды азайтайық және үлкен санның таңбасын қояйық. Ал минус 3,4 қосылған 8,4 үлкен саннан кіші санды азайтамыз. Демек, бізде 5х шығады. 40,5-тен 5,5 азайтсам, 35 қалады. Бізде бастапқы екі теңсіздіктің айнымалыларының алдында минус таңба тұр. Демек, біздің теңдігіміз өзгереді. Яғни 0,5х үлкен 12-ден. Әрі қарай 3х кіші немесе тең 4,5-тен. Екі теріс таңба бізде плюсті береді. Және соңғы теңсіздік 5х үлкен 35-тен. Енді х-тің мәндерін табайық. Х-ті табу үшін 12-ні 0,5-ге бөлеміз. Нәтижесінде 24 шығады. Келесі теңсіздігімізде х-іміз 1,5, ал үшінші теңсіздігімізде 35-ті 5-ге бөлсек 7 шығады. Координатада берілген өлшемдерді белгілейік. Алдымен 1,5 аралыққа кіреді. 7 аралыққа кірмейді және 24 аралыққа кірмейді. 1,5 х-қа қарай бағытталған. Ал 7 мен 24 сәйкесінше минус шексіздікке қарай бағытталған. Біздің үш жағыда боялған бөлік ол 1,5 пен 7-нің аралығы. Демек, біздің жауабымыз 1,5 пен 7-нің арасы болады. Келесі екінші теңдеуді де дәл солай шығарамыз. Теңсіздіктер жүйесін алдымен айнымалылар мен сандарын ажыратып аламыз. Сәйкесінше х-тің мәндерін табамыз. Және координатада сызған кезде 3 бөлігі де 3 жағы да боялған, ол бізде минус 4 пен 7-нің аралығы. Және екеуі де тік шақшамен беріледі. Келесі 1040-шы есеп. Бізге күрделі өрнек берілген. Мен алдымен амалдардың орындалу ретін жазып алдым. Бірінші амал, екінші және сәйкесінше бізде 13 амал шықты. Бізде модульдан әрдайым оң сан шығады. Және сондықтан мен 37-ден 24-ті бірден өзін жаздым. Яғни оң сан шығады. Және амалдарды орындап, ең соңында алымында шыққан өрнек және бөлімінде шыққан өрнек екеуін бір-біріне бөлдім. Сонда бізде нәтижесінде бөлімінде 14685, алымында 10 шығады. Және біздің өрнектің жауабы осындай. Келесі 1041-ші есеп. 1998 жылы Қазақстанда 1 гектардан 77 центнер, ал
2008 жылы 1 гектардан 143,7 центнер картоп өндірілсе, картоп өнімділігі қанша пайызға артқан? Яғни біздің бастапқы 1998 жылдағы картопымыздың өнімділігін 100% деп белгілесек, ал 2008 жылғы пайыз ол бізде белгісіз. Демек, x-ті табу үшін көбелек әдісімен есептейік. 143,7-ні көбейтеміз 100-ге және 77-ге бөлеміз. 143,7-ні 100-ге көбейтсек, бізде 14,370 шығады. Және оны 77-ге бөлсек. Демек, біздің бүтін бөлігіміз 186 шығады. Және бөлімінде 77, ал алымында 48 қалады. Жауабын бүтінге дейін дөңгелектеңдер дейді. Яғни біз бұны 186% деп алайық, жуықтағанда. Демек, қанша пайызға артқанын табу үшін 186%-дан 100% азайтайық, сонда бізде 86%-ға артқан. Келесі екінші есепте берілген теңдеулерді шешіп, Арал теңізінде орналасқан Барсакелмес қорығы туралы мәліметтер аласыңдар дейді. Яғни бірінші теңдеу бізде күрделі теңдеу берілген, және бұл жердегі x Барсакелмес қорығындағы бауыры мен жорғалаушылардың түрінің санын береді. Біз ең алдымен жақшалар бойынша өрнектерді ашамыз. Яғни 126-ны жақшаның ішіндегі екі мүшеге де жеке-жеке көбейтеміз. Сонда нәтижесінде бізде x-іміз 12 шығады. Демек, Барсакелмес қорығында 12 бауырмен жорғалаушылардың түрлері бар. Екінші теңдеуде y саны Барсакелмес қорығындағы құстардың түрін береді. Яғни бұл жерде де жақшаның сыртында тұрған санды жақшаның ішіндегі мүшелерге жеке-жеке көбейтеміз. Және нәтижесінде бізде y 18 шықты. Демек, Барсакелмес қорығында құстардың 18 түрі бар. Келесі 1042-ші есеп. Жаңа білімді меңгеруге дайындаламыз, өрнектің мәнін табыңдар. Бізде модульден әрдайым 10 сан шығады. Демек, -30-дің модулінен 30 шығады. Көбейту 5, қосылған 2,5 шығады модульден, және бөлінген 0,1051 шығады. Әрі қарай 30-ды 5-ке көбейтсек, бізде 150 шығады. Қосу үтірден кейін 3 сан тұр. Демек, бізде үтірді 3 санға жылжытуымыз керек, ал бос орындарға 0 қоя салсақ жеткілікті. Демек, 2500 бөлінген 51. 150 қосылған 2500-ден 51-ді ондық бөлшек түрінде жасайын. Сонда 2500-ді 51-ге бөлсек, бүтін бөлігіміз 49 шығады. Ал қалдығымыз бізде 1 шығады. Аралас сандарды қосу кезінде тек бүтін бөліктерін қоссақ жеткілікті. Яғни 199,51-ден 1 шығады. Екінші есеп дәл солай. Модульдан 20-ның өзі шығады, және 8,4-дің өзі шығады. Ал -5 ол өз алдына бөлек. Демек, есептеулер барысында бізде өрнектің мәні 41,167-ге тең.